Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода мен just және already сөздерінің айырмашылығы туралы айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Ағылшын тілінде just және already деген сөздер екеуі де present perfect шағында қолданылады. Just деген қазір ғана деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар сөйлемде істеудің қызметін атқарады. Мысал келтіріп өтейін, I have just heard the news. Мен қазір ғана жаңалықтарды естідім деген мағынаны білдіреді. Ал already сөзі әлде қашан деген мағынаны білдіреді. Сөйлемде істеудің қызметін атқарады. Мысалы, I have already cooked dinner. Мен әлде қашан кешкі ас пісіріп қойғанмын деген мағынаны білдіреді. Ал енді бұл сөздердің сөйлемдегі орнын айтып өтейін. Already көмекші етістіктен кейін немесе сөйлемнің соңында қолданылады. Жаңағы сөйлемді қайтадан мысал ретінде алайын. I have already cooked dinner. Осы сөйлемді I have cooked dinner already деп айтсақ та болады. Ал just деген сөзді тек қана көмекші етістіктен кейін ғана қолдануға болады. Егерде just сөзін сөйлемнің басқа орнына қоятын болсақ, ол қателік болып табылады. Мысалы, I have just done my homework. Мен үй жұмысымды қазір ғана орындадым деген мағынаны білдіреді. Ал енді тақырыпқа байланысты тапсырмамен таныс болайық. Бұл тапсырмада сіз мына сөйлемді present perfect шағына қоюыңыз керек, және де just және already сөздерін қатыстырып сөйлем құрауыңыз керек. Сіз видеоны дәл осы жерден тоқтатып, тапсырманы өз еркіңізбен орындап көріңіз. Ал мен жауаптарымен бөлісейін. Бірінші сөйлемнің дұрыс жауабы The cat has just catched a mouse. Яғни мысық тышқанды қазір ғана ұстап алды деген мағынаны білдіреді. Екінші сөйлем She has already sent all the postcards. Үшінші сөйлем They have already bought a birthday present for him. Және соңғы сөйлем We have just finished this exercise. Міне достар, бүгінгі видео сабақ аяқталды. Сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сізге видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.